Өте жеңіл, оңай және дәмді салат. Каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Инка Максовна. Керек өнімдердің барлығын видеоның астында толық жазып кетемін. Бізге пекин капустасының тек қана жасыл жапырақтары ғана керек болады. Одан 5-6 дана аламыз. Және бір үлкен қияр, черри, помидор, суға піскен тауықтың еті, грек немесе цезарь соусы керек болады. Бұл әмбебап соусы, сіздерге жоғарыда ссылкасы қалдырып кетем, және консервіленген жүгері. Ең бастысы, біз пекин капустасының тек қана жасыл жапырақтарын ғана алып, дәл видеодағыдай осылай 4 бұрышты қылып тураймыз. Ол жеген кезде ыңғайлы болу керек. Турап болғаннан кейін барлығын бір үлкен ыдысқа саламыз. Біздің салатымызды араластыратын ыдыс үлкенірек қылып алыңыз. Және үлкен қиярды да бірнеше осындай үлкен сақиналарға бөліп, одан кейін ұзынша үлкен қылып тураймыз. Әдемі болу үшін үлкендеп тураймыз. Және ыдысымызға саламыз. Артынан суған піскен тауықтың етін де үлкен кубик қылып тураймыз. Ол әдемі болып көріну керек. Оны да ыдысымызға саламыз. Балғын черри помидорында дәл видеодағыдай ортасынан бөлеміз. Ол әдемі болып көріну үшін үлкен тураған абзал. Салатымызға салып, артынан консервіленген жүгеріні салып, және біздің әмбебап соусымызды құямыз. Барлығын езіп аймай жақсылап тұрып араластырамыз. Міне біздің дайындаған салатымыз өте тез дайындалады және диеталық болып табылады. Дастарханда өте әдемі болып көрінеді. Өзіңізге ұнаған ыдыстарға салсаңыз болады. Менде үлкен осындай салатница болды. Содан 2 дана салат шықты. Егерде кішірек ыдысқа салсаңыз 3 жерден болып шығады. Егерде сізге бұл видео ұнаса, каналға тіркеліп, қоңыраушаны міндетті түрде басыңыз. Тағы да қызықты рецептер болады. Соны жіберіп алмау үшін сізге хабарлама келіп тұрады. Түрлі салаттардың рецептерінің ссылкасын сіздерге жоғарыда қалдырып кетемін. Видеоның оң жағында болады. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Пікіріңізді қалдырып кетіңіз.